Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен құрамы 3 заттан тұратын, өте оңай, тез дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салат үшін бізге піскен қызылшар, піскен жұмыртқа және тұздалған қияр қажет болады. Ең алдымен барлығын турап аламыз. Қиярды ең алдымен дөңгелектеп, одан кейін ұзынша етіп тураймыз. Мен өзім қысқа арнап жапқан қиярымды қостым. Қиярдың рецепті менің осы YouTube каналымда бар. Жұмыртқаны да ұзынша етіп тураймыз. Жұмыртқаны пісіргеннен кейін суытып 5-10 минутқа морозильникке салуға кеңес беремін. Сол кезде жұмыртқа шашылмай жақсы туралады. Піскен қызылшаны мен теркадан өткіздім, ең үлкен көзінен. Егер қаласаңыздар, ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Барлығын турап дайындап алдық. Енді оның үстінен майонезімізді қосып жақсылап араластырамыз. Егер майонез қосқыларыңыз келмесе, қаймақ қоссаңыздар да болады. Егер қиярларыңыз ащы болмаса, дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Жақсылап барлығы біркелкі түске енгенше араластырамыз. Салатымыз дайын, ыдысымызға салып ұсынамыз. Салатты көп қылып жасағыларыңыз келсе, құрамын көбейтіп жасасаңыздар болады. Құрамы 3 заттан тұратын, өте жылдам дайын болатын салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат ас болсын.